Ежелгі сауда орталығы ретіндегі Үндістанның рөлі қаншалықты маңызды болды? Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың соңында Үндістан халқы бірте-бірте қоладан темір өндіруге көше бастады. Олар өндіретін өнім мөлшері арта түсті. Үнді мен Ганг өзендерінің аңғарларында егіншілік, мал шаруашылығы мен қолөнер дамыды. Шаруалар күріш, бидай, арпа, күнжіт пен мақтадан мол өнім алды. Малшылар сиыр, зебу, бұқаның бір түрі, жылқы мен қой өсірді. Қолөнершілер кен ісінде, тоқымашылықта, сондай-ақ асыл тастарды, сүйекті, ағашты өңдеуде жоғары деңгейлі шеберлікке көтерілді. Олар зергерлік бұйымдар, бағалы маталар дайындап, заттар мен дәмдеуіштерді өндірген. Көпестер басқа елдерге тауарларды сату үшін пілдерді көлік ретінде пайдаланған. Сыртқы сауда бірқатар елдермен, батыста Египет және Месопотамиямен, шығыста Қытай және Оңтүстік Шығыс Азиямен, солтүстікте Иран және Орта Азиямен жүргізілді. Негізінен керуен саудасы және каботаждық жағалау сауда дамыды. Сауда ісін сәтті жүргізу үшін ежелгі үнді көпестері математикалық ғылыми білімдерге ие болуы тиіс еді. Ежелгі Үндістанда саудагерлер салмақты және арақашықтықты өлшеу үшін жеке өлшем бірліктерін пайдаланған. Біз қазір метрлік жүйені қолданамыз. Қалалардың саны көбейді. Елдің астанасы Паталипутрада, басқа да қалаларда ірі қолөнер шеберханалары пайда болды. Жалпы Үндістанда сауда құрлық арқылы да, теңіздер арқылы да жасала бастады.